жүйрік тұлпарлар. Сүлейменнің заманында 1000 қанатты пырақ өмір сүрген екен. Олардың тұрағы пейіште екен. Күнде бір мезгіл Кауан деген өзеннен келіп су ішеді екен. Пырақ аттар бір-бірінен өткен көз тоймайтын сұлу болыпты. Сүлеймен патшаның пейіштің пырағына аңсары ауып, қанша әуреленсе де қолына түсіре алмапты. Бір күні Сәманду деген дию Сүлейменге келіп, басыма азаттық берсең, аттарды құзырыңа жеткіземін деді. Болсын тілегің, деді патша. Бір шартым бар, маған 1000 батпан жүн, 1000 көзе шығыр, 1000 дию бересің. Аттарды ұстап алып келемін, деді. Сүлеймен келісті. Сәманду аттар су ішетін Кауан өзеніне құятын бұлақтарды жүнмен бітеп тастайды. Өзендегі судың орнын шараппен толтырады. 1000 диюды жанындағы ну қамысқа жасырды. Бір кезде пырақ аттар келіп өзеннен су іше бастайды. Олар шарапқа масайып ұша алмай қалады. Сол кезде жасырынып тұрған диюлар тап береді де бір-бір пырақ атты жетектеп алып кетеді. Сүлейменнің ордасына келгенде екінті уақыты екен. Патша намаз оқиын деп жатады. Аттардың дыбысын естігенде аттарды тез көре салайын, көп уақыт кетпес, намазды келіп оқырмын дейді де тұра жүгіреді. Қараса аттар расымен сұлу екен. Бірінен бірі өтіп көздің жауһарын алады. Сүлеймен әр аттың басынан тұяғына дейін қарап, шығамын деп уақыттың қалай өткенін білмей қалады. Бір кезде есін жинаса арада 60 күн өтіп кетіпті. 60 күн ішінде қарамағындағы халық азып, тозып, бет-бетімен кетіпті. Жын-пері диюлар есіріп, елді қан қақсатып, бастарына зобалаң салыпты. Сүлеймен патша бұл сұмдықты көріп шошып кетеді. Есінен айырған аттарға ашуланып, барлығының басын шабады. Сол кезде Асыбұлы Барқия деген уәзірі бір пырақты жасырып, аман алып қалады. Кейін ол пырақ адамға бауыр басып, жерге үйренеді. Асыл тұқымды жүйрік сәйгүліктер, тұлпарлар, қазанаттар пейіш пырағының ұрығы екен деседі. Сүлеймен мен Бәбісек. Бірде Сүлеймен пайғамбар шатырын құрып, құстармен мәжіліс бастайды. Олар кезектесіп, Тәңірі тағаланың өзіне қандай қасиет дарытқанын жарыса айтып жатады. Кезек Бәбісекке келді. Ол: «Уа патшам, менің бір артық қасиетім бар», деді. «Құлағым сенде, сөйле», деді Сүлеймен. «Мен көк жүзіне самғап ұшқан кезде 7 қабат жер астындағы суды көремін. Жерасты өзенінің қай қабатта қай тараптан бастау алғанын біле аламын. Соған орай құдық қазуға қолайлы құтты мекенді қапысыз дәл табамын. Әміршім, жорықтарда мені жаныңызға ертсеңіз, еш өкінбейсіз. Әскеріңіз судан тарықпайды», деді Бәбісек. Сүлеймен риза болып: «Ей көркем құсым, сусыз жапан далада, ми қайнайтын шөлдерде бізге серік бол. Пайдаңды тигізсең дұға тілектен кем болмайсың», деді. Мұны естіген қара қарға пайғамбардың берекетті дұғасын одан қызғанып: «Бұл бейшара жалған сөйлеп тұр. Егер осындай қасиеті болса, құрылған торға түсіп, тар қапаста қор болып отырмас еді ғой. Жердің астындағы суды көргенде оның үстіндегі торды көрмейтін нендей әулие», деп оны кекетеді. Қарғаның сөзі Сүлейменнің көңіліне күмән салып, жүрегін лезде суытып жібереді. Патша ашуланып: «Ей Бәбісек, сен неге жалған айттың? Өтірік айтқаның үшін қандай жаза тартатыныңды білесің бе?» деді қаһарланып. Бәбісек: «Сабыр, сабыр патшам. Шын мықтыны түсіне қарап емес, ісіне қарап айырады. Алладан әмір болған күні аспандағы жұлдыз да жерге түседі. Тағдыр туралап жеткен кезде ешкімнің қасиетінен титтей де пайда болмайды. Құрулы тұзақты көрмесем, ол да Алланың қалауы. Жаббардан әмір болғанда білім шет қалады, екі көзді шел басады. Ал ай мен күн тұтылады, тау мен тас жерге жұтылады. Алланың өзі қаһарынан әділ тұрып, шын сөйлейтін иманды ерлер ғана құтылады. Біз сол өтірік айтып
құтылатын емес, шын сөйлеп құтылатын бақытты тайпадан боламыз деді. Сүлеймен айтарға уәж таппай жер шұқып отырып қалған екен. Сүлеймен мен жайын. Бір күні Сүлеймен тәңірісіне: «Уа жасаған, бір тілегім бар, орындайсың ба?» деді. «Айт құлым», деді Құдай. «Күллі мақұлқаттың 3 күндік ас-ауқатын мен берейін, рұқсат етші» деді. «Рұқсат» деді Алла. Сүлеймен деу-перілерді жинап, таудан 3 қазан қазыңдар да, біріншісін жеміс-жидекпен, екіншісін тағамдармен, үшіншісін сусымен толтырыңдар деді. Далаға ұшы-қиырсыз дастархан жайып, ішіп жемді үйіп төгеді. 1000 періні сол жағына, 1000 диюді оң жағына қызметке қойды. Сүлеймен жиған тамағына қарап, мынадай аста-төк ауқат жан-жануар жәндік атаулыны 3 жыл тойдыруға жетеді ғой деп ойлады. «Бәріне айтыңдар, ризықтарын менен келіп жесін» дейді. Айтып аузын жиғанша теңізден көк жайын шыға келді. Ол: «Менің тамағым қайсы?» деді. Сүлеймен: «Мына жерден қалағаныңша ішіп же» деді. Жайын 3 қазандағы асты жұтып салды. Дастарханда тым қалмады. Ол: «Тоймай қалдым, тағы бар ма?» деді. Пайғамбар сасып қалып: «Бары осы» деді. Сонда жайын: «Менің әлі әке-шешем, бауырларым бар, олар не жейді? Тамақ тауып бере алмасаң, Құдайдың ісіне араласып нең бар? Көтере алмайтын шоқпарды белге байлама деген. Сенің кесіріңнен бүгін аш қалдық» деді. Сүлеймен өзінің орынсыз тілегі үшін Алладан кешірім сұрап, тойымдықты тек Тәңір берсін деген екен. Су иесі Сүлеймен. Жынның басшысы Сәмәндүн Сүлейменге 1000 жүйрік тұлпар ұстап беріпті. Сүлеймен оның қызметіне риза болып: «Не сұрайсың?» деді. «Өзен-көлді ежелден мекен етуші едік. Оны бізден тартып алып, оны адам ұрпағына бердің. Мекенімізді қайтар» деді. Сүлеймен: «Дегенің болсын, бірақ түнде пайдаланасың, күндіз адам баласының игілігінде болады» деді. Содан жын-жыбыр түнде өзен-көлді аралап сайран құрады екен. Бір күні бір жігіт үйінде ішерге су болмай түнде өзенге барады. Барса жындар су бермейді. Жігіт патшаның сарайына барып болған жайды айтып береді. Сүлеймен жігітке бір дұға жазып береді. «Суға барғанда мынаны оқы, Сәмәндүннің есіне сал» деді. Жігіт суға барып дұғаны оқиды. Дұғасы мынадай екен: «Су иесі Сүлеймен, су алуға рұқсат ет». Оны естігенде Сәмәндүн барлық жынға: «Бұл жердің шын иегесі Сүлеймен патша, су беріңдер» деді. Содан бастап адамдар түнде суға келсе, су иесі Сүлеймен су алуға рұқсат ет деп сұрайды екен. Бірде Сәмәндүн Сүлейменге: «Уа Алланың елшісі, адамның Құдай бұйыртқан нығметі бар. Менің ұрпағыма азық тағамды Алладан сұрап бер» деді. Сүлеймен: «Адамдардың асынан кейін қалған астың ұнтағы, қоқымы, сүйек-саяқ сенің және ұрпақтарыңның азығы болсын» депті. Содан бастап жын-перілер астан кейін қалған ұнтақ пен сүйек-саяқты азық етеді екен. Осыдан бастап халық арасында сүйек-саяқты үйде сақтамай, итке таста деген тыйым шығыпты. Көшпелі алтын. Сүлеймен пайғамбар дүниеден өткесін оның қазынасы қараусыз қалады. Асыбұлы Барқия есімді әулие мұны біліп, жерге көмгенге қара тас та жарайды, жұмсағанға алтын жақсы деген. Бұл қазына пақыр, міскін, ғаріп, ғасырдың игілігіне айналсын деп дұға етеді. Құдай дұғасын қабыл етіп, Сүлейменнің қазынасын көшпелі алтынға айналдырып жібереді. Осыдан бастап Сүлейменнің қазынасы сынаптай сырғып, иен дала жапан түзде көшіп жүреді деседі. Оған кезіккендер: «Көшпелі алтынды даладан көрдім, ұстайын деп едім, ұстатпады» деп аңыз қылып айтып жүреді екен. Оны білетін қариялар: «Алтынды қолмен ұстап алу мүмкін емес. Ол алақаннан сусып, саусақтардың арасынан жылыстап ұстатпай кетеді. Бірақ алтын, күміс, інжу, гауһар қанмен келген дүние ғой. Оған кезіккен адам шынашағының қанын тамызсын. Қанмен келген дүние қанға ғана тұрақтайды. Көшпелі алтын сонда ғана қатып кесекке айналады екен» деседі.
сүлеймен патшаның қазынасы өте мол болыпты. 7 қат жердің астын 7 қабат таудың қойнауын толтырыпты. Патша сол қазынаны әупілдекке күзеттіріп қояды екен. Әупілдектің тұрпаты жұдырықтай болғанымен даусы жер жаһанға жетеді екен. Оның үнінен сескеніп, қазынаға ешқандай ұры жоламапты. Кейін Сүлеймен өмірден өткесін жұрт әупілдекті ұмытып кетіпті. Сосын ол дүниеден баз кешіп, оңаша көлге барып жасырынады. Содан бері ол қыз ешкімнің көзіне түспейді екен. Қиссаның соңы.